Еуропалық әскер Украинаға кірер болса, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы оған қарсы соғыса ма? Ұйымның бас хатшысы Тасмағамбетовтің мәлімдемесін талдап көрейік. Сонымен еуропалық контингенттің Украинаға кіруі туралы мәлімдемелер Киев пен Вашингтонның қарым-қатынасында араздық пайда болғалы Еуропада көп айтыла бастады. Бұған қатысты ұйымның бас хатшысы Тасмағамбетов Известия газетіне берген сұхбатында пікір білдірді. Негізгі ойларға тоқталсақ, онда негізінен НАТОның белсенділігіне алаңдаушылық айтылған, яғни Кремльшіл НАТОға қарсы риторика қайталанған. Мысалы, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы НАТОның әрекеттерін мұқият қадағалап отыр. Әсіресе Финляндия мен Швеция НАТОға қосылғаннан кейін оның белсенділігі артқан. Шарт ұйымының ұстанымы бойынша қазіргі әскери жағдай тікелей қауіп төндірмейді, бірақ ұйымның назарында егер қандай да бір қауіп төнсе, шарт ұйымы өз жарғысына сәйкес әрекет етіп, мүше елдерге түрлі көмек көрсетуге дайын дейді Тасмағамбетов. Мұнда жауап шаралары туралы мәлімдеме айтылған. Яғни жауап шаралары дегеніміз ұжымдық шарт ұйымының 4-ші бабына тоқталу керек деген сөз. Онда былай делінеді: ұйымға мүше мемлекеттердің біріне шабуыл жасалған жағдайда, бұл барлық мүше елдерге жасалған шабуыл ретінде қарастырылады. Мұндай жағдайда басқа мүше мемлекеттер зардап шеккен елге қажетті әскери көмек, соның ішінде қарулы күштермен көмек көрсету туралы шешім қабылдай алады. Алайда мұнда Еуропа контингенті Украинаға кірсе, оларға қарсы соғыс жүргіземіз деген тікелей сөз жоқ. Тасмағамбетов қарымта шараларын айтты. Ал ол ең алдымен дипломатиялық және әскери дайындық деңгейін арттыруды айтып отыр. Ал НАТО мен Ресей арасында ашық соғыс басталса ғана, онда шарт ұйымы Ресейге көмек көрсету мәселесін сонда ғана қарастыруы мүмкін. Ал дәл осы 4-ші бап іске асырылу үшін НАТО әскері Ресейге территориясына кіруі керек. Ал ондай жағдай болмаса, бұл баптың орындалуы екі талай. Маңызды өзекті жаңалықтар Ақылтай Лайв телеграм арнасында сілтеме профильде жазылып қойыңыз.